Allahu Ekber, Allahu Ekber. Өңірдегі уағыз насихат жұмыстары. Бас мүфтидің бастамасымен құрылған жалпы және жастар ісі бөлімінің Талдықорған өңіріне қатысты өкілдігі жергілікті әкімшілік жастар саясаты мәселелері басқармасымен бірлесіп, облыс көлемінде үгіт насихат пен іс-шаралар жұмысын атқаруда. Конференциялар. Осы күнге дейін өңірімізде 3 конференция болды. Оның 2-і аудандық, 1-і облыстық дәрежеде өткізілді. Семинарлар. Имамдардың білімін жетілдіруге қосқан үлесіміз 5 семинарды қамтыды. Жастардың діни сана сезімін көтеру үшін 12 семинар жиын. Иманды жас, ел келешегі атты 3 семинар. Өңір бойынша күзет қызметкерлерімен өткен семинарда 11 мәрте баяндама жасалынды. Дін мен дәстүр аясында 3. Жазғы көшбасшылық мектебі атты лагерлік 2 семинарды қосқанда жиыны 36 семинарды құрады. Ашық есік. Жастардың көкейкесті сауалдарына жауап беру үшін 8 рет ашық есік ұйымдастырылды. Дөңгелек үстел. Экстремизм мен терроризм және оның алдын алу жолдарына қатысты 35, сіз отбасын құруға дайынсыз ба тауымен 13, қызды қырық үйден тыю тақырыбымен 11, еліме пайдам тисін десең 14, атанаңды қадір тұт 17, жастығың, байлығың 3, жиыны 93 дөңгелек үстел өтті. Дін мен дәстүр аясында әр аудиторияларда 11 кездесу. Мектептерде 27 тәрбие сағаттары, жастар басқармасы мен жас отан жастарымен бірлесе 21 бас қосу, ата-аналарымен 19 жүздесу, оқу орындарында жастармен 260 кездесу, бақ өкілдерімен 5, әскери борышын өтеп жүрген сарбаздарымен 17, сауықтыру орталықтарында 7, жас ақындарымен 3, жетімдер үйінде 18 дәріс, 9 кездесу, түрмелерде 13, жалпы 410 кездесу өтті. Әртүрлі тақырыптарда 24 сұхбат, Жетісу телеарнасындағы Иман Ашар бағдарламасында 17 тікелей эфир, діни мерекелер қарсаңында арнайы пресса 2, газет журналдарға 14 сұхбаттар мен мақалалар, жиыны 57 сұхбат берілді. Қайырымдылық шаралары мен акциялар. Жетім көрсең жебе жүр акциясы, айналайын балалар үйінде 3 рет, қайырымды бол акциясы 1 рет, біз бақытты баламыз акциясы, жетім балалар, жағдайы төмен отбасы балаларына, балалар мерекесіне арналып 2 рет өткізілді. Айттық акциясы ораза айттан бір күн бұрын жағдайы төмен 250 отбасын азық-түлікпен қамтамасыз етті. Құдай үшін құрбан шал акциясы 1 мәрте ұйымдастырылды. Жолың болсын жас түлек акциясы 2 мәрте. Жоққа жәрдем бер акциясы 1. Әйел мәртебесі акциясы 1 рет. Жалпы жиыны 12 шараны қамтыды. Мешіттегі сауат ашу орталығындағы жастарға да тәлім беру басты мақсаттардың бірі. Мешіттің сауат ашу орталығында бүгінде 200 шәкірт, жалпы жамағаттардан 100-ге жуық тәлімгер дәріс алуда. Басқа дін өкілдердің исламға шақыру, оларға асыл діннің құндылығын паш етуде назардан тыс қалмады. Дін мен дәстүр жылына қосқан жастардың үлесі. Пайғамбарлар мөрі атты рухани мәулет кеші дәстүрлі түрде өтті. Кештің негізгі форматы дәстүріміздің айғағы айтыс болды. Шығармашылық бәйгеге қатысқандардың басым көпшілігі жастар болды. Адамзаттың асыл тәжі Әз Мұхаммед шығармашылық бәйгесі жарияланды. Ата дінім асыл діңгегім. Дін мен дәстүр егіз ұғым, отанды сүю иманнан, ата-ананы сыйлау парыз, ұлт болашағы тәрбиелі ұрпақ сынды тақырыптарда қалам қозғалды. Дін мен дәстүр кітабы ел арасында насихатталды. Еліміздің дәстүрлі Наурыз мерекесіне атсалысу арқылы халыққа үлгі болу басты мақсатта болды. Балалар күніне орай ұйымдастырылған біз бақытты баламыз акциясы дәстүрлі ойын-сауықтармен өткізілді. Ораза айттың алдында қош келдің Рамазан атты рухани кештің де басты мақсаты дін мен дәстүрді сабақтастыру болды. Қала тазалығына қосқан үлесте мол болды. Таза қала акциясына атсалысу шарасы өтті. Ресми сайт және әлеуметтік желілердегі қызмет. Ел игілігі үшін қызмет атқарып келе жатқан облыстық тағылым.kz ресми сайт пен әлеуметтік желілердің оқырмандарының дені жастар екені белгілі. Мешіттің парақшаларынан бөлек рухани азық сынды діни ағартушылық парақшада 2014 жылдың басынан Facebook, ВКонтакте, Twitter әлеуметтік желілер белсенді түрде жұмыс істеп, нәтижесінде пайдалы жазбалар мен көкейкесті сауалдарға жауап берілді. Жас жамағаттар арасында әртүрлі жарыстар өтіп келеді. Құран оқу, шариғат негіздері, сонымен қоса спорттық ойындардың түрлерінен де жарыстар ұйымдастырылды. Имамдар арасында Қазақ хандығының 550 жылдығына арналған спартакиада өткізілді. Ол жерде облыс имамдары 6 ойынның түрінен жарысып, сынға түсті.
Осы күнге дейін 3 конференция, 36 семинар, 8 ашық есік, 93 дөңгелек үстел, дін мен дәстүр аясында 11 кездесу, 27 тәрбие сағаты, 24 сұхбат, 6 акция, 6 қайырымдылық шаралар, 3 рухани кеш, 14 мақала, 17 тікелей эфир, 372 басқа да жастармен кездесулер болды. Жалпы алғанда 621 іс-шара өткізіліп, 129.792 адам қамтылды. Осы күнге дейінгі шаралар легі осылайша өз жалғасын тауып келеді. Назар салғандарыңызға рахмет.